Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге экран алдында жүздескеніме шын жүректен қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деген мақал-мәтелдің негізінде тарих деген не және тарих нені оқытады деген сұрақтарға жауап береміз. Жалпы тарих деген сөз бұл адамзат баласының өткенін зерделейтін ғылымның мағынасын білдіреді. Тарих грек тілінен аударғанда сұрастыру, зерттеу деген сөздерді білдіретін болса, араб тілінен аударған кезде оқиғалар туралы әңгіме деген мағынаны білдіреді. Жалпы тарих бізге адамзаттың қайдан пайда болды? Адам деген кім деген сұрақтардан бастап, олардың тұрмыс тіршілігі, мәдениеті, архитектурасы, ғылым мен білімі, мемлекетті басқару жүйесі, әлеуметтік қоғамдық құрылыстардың өкілдері және салт дәстүрлер тақырыбын терең меңгертеді. Яғни тарих адамның ежелгі кезеңінен бастап қазіргі күнге дейінгі аралықта атқарған барлық іс-шараларының жауабын береді. Жалпы тарих пәні өзінің көмекшілерінсіз белгілі бір ғылым болып есептелмейді. Тарих пәнінің көмекшілері археология, ол адамзат тарихын заттай деректер арқылы зерттейтін ғылым, нумизматика, тиындар, құйма ақша кесектері, ақша тарихын зерттейтін көмекші тарихи пән ретінде жүреді. Ономастика, ол тіл білімінің ішіндегі адамдардың есімдерін, жануарлардың аттарын, халық, ұлт тайпа, ру тайпа көшелерінің атауларын және жер, су, аспан денелерінің аттары туралы, есімдері туралы зерттеу жұмысын жүргізетін ғылым саласы болып есептеледі. Келесі көмекшісі топонимика, ол жер, су, елді мекен атауларының шығуы мен пайда болуын, мағынасы мен құрылымының дамуын, таралу аймағын және қазіргі жағдайын зерттейтін ғылым саласы. Және тарих пәнінің ең маңызды саласы ол антропология. Адам, логос, ғылым деген мағынаны білдіреді. Яғни антропология ғылымында біз адамның шығу тегін, дамуын, дене құрылысын, нәсілдік ерекшеліктерін зерттейді екенбіз. Осы негізгі 5 көмекші арқылы жинақталған деректер негізінде тарих пәні баяндап жеткізеді екен. Қазіргі тарих пәндері қандай кезеңдерге бөлініп оқытылады? Егер адамзат біздің заманымыздан бұрынғы 2 миллион жыл бұрын дүниеге келген болатын болса, қазіргі 21 ғасырға дейінгі аралықта біз тарих пәнін 4 кезеңге бөліп оқытамыз. Бірінші, ежелгі заман тарихы. Біздің заманымызға дейінгі 2,5 миллион жылдан біздің заманымыздың 16 ғасырына дейінгі аралығын қамтиды. Орта ғасырлар тарихы. 6 ғасырдан бастап 17 ғасырға дейінгі аралықтарды қамтиды. Жаңа заман тарихы 18 ғасыр мен 20 ғасырдың басы және бұл жерде нақтылау 1914 жылда алады. Ал қазіргі заман тарихы осы 1914 жылдан бастап қазіргі күнге дейінгі аралықты қамтиды. Неліктен 1914 жылда аламыз? Себебі адамзат өмірінде бұрын соңды болмаған ең қатыгез, ең алпауытты талас бірінші дүниежүзілік соғыстың болған мерзімі. Жалпы тарих пәнінің аталары деген дерек қалыптасқан. Тарих пәнінің 2 атасы бар, оның біріншісі Самоциан, екіншісі Геродот. Самоциан шығыстағы тарих атасы Қытай елінің жылнамашысы болса, Геродот Грекия елінен шыққан алғашқы тарихшы болып есептеледі. Самоциан біздің заманымыздан бұрынғы 145-86 жылдары өмір сүріп, тарих жазбалары немесе Ши Цзы еңбегінің қағазға түсірген. Ал Геродот біздің заманымызға дейінгі 484-425 жылдары өмір сүрген грек ғұламасы, тарихшысы өзінің 9 томдық тарихын жазып шықты. Самоциан мен Геродотқа дейін тарих болмады деген сұраққа жоқ деп жауап береміз. Тарих болды, жазбалар болды, бірақ
Сматя мен Геродот сол жазбалардың негізінде және өздерінің көрген, білген зерттеулерінің барлығын ең алғаш рет қағаз бетіне түсіріп, жинақтаған ғалымдар болып есептеледі. Сол үшін де тарих атасы деген атау алып отыр. Егер сіз үшін бұл мәліметтердің барлығы пайдалы болған болса, осы каналымызға тіркеліп, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.